Сәлем сіздермен бірге мен Делин. Және достар, бүгінгі видеода мен ютубта қалай тез даму керек туралы айтатын боламын. Осы видеоға достар 50-100 лайктай басып кетейік. Және біз өзіміздің видеомызға қарай кеттік. Пока, окей, хай, MDK, факбой, мем, гэнг, соси хуй, викей, вторника, клюк, гэнг, в эту суку, бэнг-бэнг, залетаю на инвайте, я безумный. Мінекей достар, біздің өзіміздің бедварстағы керемет ойынымыз басталды. Және де достар, мен сразу темаға көшейін, ютубта қалай тез дамуға болады туралы айтатын боламын. Ал сіздер осы видеоға көп лайк басып тастайық. Ал енді мен темаға көшейін. Ең бірінші сізге тез даму үшін сіздің каналыңызға керемет оформление керек. Яғни превью AX стилде дегенде, егер сіз Майнкрафт түсіретін болсаңыз, яғни керемет качественный превью болу керек сізде. И содан кейін керемет шапка ава болу керек. Бәрінде ұнап сен каналға тіркелу үшін, яғни оған сен канал ұнау үшін. Содан кейін саған видео шығарған соң сразу превьюді қойып, потом сообщество алу керек, мықты дамыған ютуберлерден или пиар сондай көп алып тұру керек. Яғни енді бастамасында сен сообщество алып ютуберлерден тез просмотр жинап, тез дамуға тырысу керек. Ал одан кейінгі бізге керек зат ол деген сіздер хайповый видео түсірулеріңіз керек. Просто так бедвар түсіре бермеу керек. Хайповый видеоларды түсіріп тұру керек. Яғни көп просмотр жинайтын. Сосын сіздерге пиарды өте көп алып тұру керек. Және де видеоңыздың качествосы мықты болу керек. Яғни ең жақсы дегенде 720 немесе 1080p. Ясын 60 FPS-те болғаны жақсы деп санаймын. Егер сіздің телефоныңыз көтерілмесе 1080-ді просто 720-да 30 FPS, яғни стандартныйға қойып қоя беріңіз. Сосын сіздерге түсіргенде видеоңызда ешқандай бактар болмайсын, артық шум, дыбыстар болмау керек. Яғни кейбіреулерде пышырлап жатады дегендей сондай болмау дұрыстау керек. Яғни олай түсіру үшін, ондай бактар болмас үшін сіздерге наушник немесе микрофонмен түсіру керек. Мысалы мен қалай түсіремін? Мен өзім микрофонмен түсіремін. Бұрынғы уақытта наушникпен түсіргенмін. Наушниктің жаман жері просто одан даусыңды кішкене жай шығарады. Бұлай болады. Яғни монтажға арналған программалармен даусыңызды қаттырақ шығаруға болады. Сосын сіздердің видеоларыңыз өте сапалы превью заттармен болу керек. Яғни ол сізге тез дамуға көмектеседі. Мысалы, менің осы жаңа каналымда уже 70 подписчик. Яғни пиар алып, пиар жасату керек. Мен пиар арқылы неке осындай подписчикке жетіп отырмын. Ендігі менің целім 100 подписчик. Одан кейін 2000 дегендей сөйтіп кете беретін болады. Қазір енді біз мына баланы ташит етіп тастауға тырысамыз. Сосын сіздің PvP скилліңіз жақсы болу керек. Яғни сіз стритлайнет етпеуіңіз керек. Яғни ол нубтардың заты. Сіз өзіңіз білесіз, бұлай видеоңыз жақсы болса, стритлайнет етесіз ба, өздеріңіз білесіз деп айтырым. Енді ол кішкене олсын актив көтереді. Яғни азикті көрсеңіз, ол PvP-ші және де оның активі мықты болады. Яғни PvP-ны көп адамдар ұнатады. Енді сол PvP-ші болсаңыз өте керемет және монтажмен, қызықты монтажмен видео түсіріп тұрған дұрыс деп санаймын. Себебі ондай видеолар көбісіне ұнайтын болады. Яғни сіздің монтаж видеоңыз біреуге ұнаса, ол сізге обязательно лайк басып, каналыңызды қолдап подписка етеді. Достар, сосын сіздер видеоңызда көп реклама болмау керек. Яғни реклама көп болса, адамдар ұнамай кетеді, яғни каналыңыз. Сосын достар, видеоны күнде шығарып тұру керек. Өте керемет видеолар, қызықты видеолар шығарып тұру керек. Яғни көп түсірмей кететіндер болады. Алдыңғы каналымда мен көп түсірмей кеттім, содан мен активім түсіп кеткен болатын. Соның кесірінен көріп отқандарыңыздай мен жаңа канал ашып отырмын. Достар, мен сіздерге менің осы кеңестерім ұнады деген ойдамын. Обязательно осы видеоға лайк басып, арнама тіркеліп кетейік. Енді достар, қазір біз осы катканы бітіріп тастап,
осы видеоны аяқтайтын боламын. Және келесі видеода мен не түсірейін, соны обязательно комментке жазып кетейік. И сосын активді болып отырайық. Ал енді сіздермен болған мен Делин. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.